жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын видеоға түсіріп, ол кейін әлеуметтік желіге тарқалып кеткен. Хан деген асаба және оның келіншегінің жағдайы Қазақстанда қазір барынша кеңінен тарқалып жатыр. Әлеуметтік желіде подписчигім болған екен, ол видео по-любому саған біреу лақтырады да. Қарасам, ойладым енді анау өтірік шығар, болады ғой. Ол видеоны 3-4 рет көрдім. Тіпті ананы жақындатып та көрдім ше. Өйткені кейде ана жасанды интеллект болса, саусақтары көбейіп кетіп, 5 емес 6 болып кетіп, немесе жаңа басқа да мүшелері көбейіп кететіні болады. Бірақ ешқандай ештеме жоқ. Өздері айтты да, видеода әйел мен күйеуі шығып, бұл біздің жеке видеомыз деп. Біздің жеке мобилогырымыз тарқатып отыр, қасақана іс-әрекет жасап дейді. Енді сұмдық жағдай, бұны жауыңа да тілемейсің. Тем более ол жерде ерлі зайыпты да, сенің әйеліңнің жыныстық мүшесін, получается, бүкіл Қазақстанда еркек көріп жатыр да. Немесе сенің әурет жеріңді барлығы көрген. Біреулер айтады, бұл хайп үшін жасалған деп. Егер Құдай сақтасын, мен ондайда ойлап та жатқан жоқпын. Егер хайп болса, жарайды, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Хорошо, бүкіл халыққа белгілі болды. Одан не пайда, айтыңызшы. Тойға шығады, анау тамада екен хан деген. Жарайды, тойға шықты 300-400 адам. Ол жерде сенің жоқ дегенде бір еркек әйеліңнің жыныстық жерін көрген да, пошлый нәрсені тарқатты деп отыр да. Мен шынымды айтам, жүрегім ауырып жатыр. Ол жерде әйел болсын, еркек болсын, ол біздің қандасымыз да, бауырымыз. Сондай дүниесі тарқалып кеткен екен. Мен даже сұрақты қоймайын, неге түсіресіңдер, анау мынау, кейбіреулер жандарын жеп жатыр да, неге үйтесің, неге бүйтесің деп ше. Ол жарайды телеграмға тарқалады, инстаграмға тарқалады, ол ештеме емес. Гуглға да тарқалып кетуі мүмкін. Өйткені кезінде Өзбекстанда атын атамай қойын, бір актрисаның режиссермен жатқан видеосы тарқалып кетті. 20 жыл өтті, әлі де әңгіме қылады соны ше. Сендер естіңдер, сендер бүйттіңдер деп ше. Өте ауыр жағдай. Бұл кісілер бізден көмекші сұрапты, жаңа подписчигі бар адамдардан да. Мен шынымды айтсам ше, егер телеграмның, инстаграмның администраторы болсам, мен сол күнде-ақ өшіріп тастайтын едім базадан. Бірақ мен жай қолданушымын, мен ештеме көмектесе алмаймын. Қатестіп тұрған жоқсыз, эротика. Мен күттім. Енді қандай фантазияларын қолданады екен. Министрге қатынын өлтіртті, оны шоу қылып, батысты су басып жатқанда елге сериал көрсетіп қойды, қатынын өлген министр деп. Енді оны түрмеде біреумен үйленіп апты деді. Тағы бір дауы шулы мәселе кезде біреудің тоқалын сыңсытып қояды, біреудің бәйбішесін қынсылатып қояды, біреумен біреуді ажыратып қояды. Бір жіңкешті анаша шектіріп ұстап, бір жіңкешті мас күйінде көлігенде ұстап. Әйтеу қазақ халқын зеріктірмеу үшін қазақтың жауы мына зұлым билік неше түрлі қияли ертегілерді сахнада қояды. Бірақ елді алдаусыратуға жеткен милары өндірісті өркендетуге, елді мемлекетті дамытуға жетпейді. Бұлардікі тек жалған уәде, осындай даңғаза, арамза, шайтани лағнеті тірлік. Мынау атажұрттың 18 азаматы сотталып жатыр. Қазақ жеріне қаптаған Қарақытайға қарсы тұрды. Қытайдағы қазаққа жасалған геноцидке қарсы тұрды. Қытай нақақ қамап отырған қазақ азаматын босатсын деді. Қытайдың қаптауын тоқтатайық деді. Болды, бар болған сол. Соттың кезінде мен ойладым, енді мына зұлым билік не істейді екен? Тағы бір министр ма, депутат па қатынын өлтіріп обал кете ме екен деп ойлап отырдым. Сөйтсек, мынау КГБ-ның, НКВД-ның мұрагері Кембінің фантазиясында шек жоқ екен. Енді алдыда Ақтаудағы асананың эротикалық видеосы тарап, оны бүкіл мемлекеттік сайттар, мемлекеттік қаржыландырылатын әлеуметтік желілер талқылап кетті. Әлгі екеуі қайта-қайта жылап, сықсыңдап, кешірім сұрап, көмектесіңдер, таратпаңдар, көрмеңдер деп, некелі екендіктерін айтып, ақталып әлек, ел талқылап әлек, артынан олар алақай сүйіншілеп, оны енді мемлекеттен қаржыландырылатын сайттармен әлеуметтік желі таратып әлек болып жатыр. Тіпті блогерлер жерден жеті қоян тапқандай болып, аспан құшып осы теманы көтеріп кетіпті. Тағы біреудің тоқалы шыққан ба, бәйбішесі шыққан ба сөйтіп жатыр. Ал елім, жерім, қазағым деген азаматтар түрмеде жатыр.
Мен аңтан қалам, мына халық мына ниетімен, мына деңгейімен қайда барады? Егер қазақ халқы осы ындынын, осы ниетін дұрыстамаса, жаратушыдан жақсылық келмейді ау. Себебі жаратушы бәрін көріп біліп отыр. Саясатқа кірісуге, саясатты айтуға, немесе көзқарасымызды білдіруге қорқамыз дейтін шығар. Бірақ әлгіндегідей далбаса тірлікке жұмсай алатын уақыттарын VPN қолдануға, тым құрғанда фейк аккаунтпен болса да қазақ халқының тағдырына қатысты тақырыптарды көтеруге жұмсай алуға ақылы, миы, уақыты жетпей тұр ма? Жаратушыдан қорқайықшы қазақтар. Ниетіңе қарай тағдырың болады ғой. Енді асабама кім видеосы тарап кетті ғой бүкіл Қазақстанға. Енді жас өрімдей 16 жасар балаға жала жауып отыр. Мен өзім бала өсіргеннен кейін ана балаға да жаным ашып отыршы, айтпасам болмайды. Жоқ, не үшін? Жұмысыңды жасадың, видеоңды хайп үшін тараттың да жас балаға, 16 жасар балаға жауып отырсың жаланы. Өміріне балбыса жауып. Вообще қазақтар, давайте осыны айтыңыздаршы. Ол жас жігіт анасы зарлап жатыр, кінәсі жоқ деп. Оған айдан анық болды ғой, өзі таратқаны, өзі хайпавать ету үшін, танымал болу үшін видеоларын шығарғаны. Енді ана жас жігіттен не кінә? Сол телефонды алған үшін ба? Февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ма 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, такси жалдап жіберем деп таксидің ақшасын да бермеген, таксиді де шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні Айдалада, 16 жасар балам тоңып қалтырап Айдалада тұрып, әрең дегенде такси шақырып келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой қандай адам екен, қоя сал, жасамайық деді. Енді міне нәтижесі. Ол телефонды ұстамаса, физа деймін деді, созатын аша алмаса, мен балам аша алмайды ғой затты. Өзім түрі керек қой оған. Любой адам оны білетін шығар, енді өзің түрімен ашатын, тек қана өзің түрімен ашатын. Ол физа дейін қайда, галерея қайда. Бұлардікі жаңа не екен, явно білдік қой. Кеше айтады, өзі айтқан жоқ енді, сол жердің бастығыма, замыма айтып келіп тұр, бізге видео түсіріп берін, кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны, біз істеген жоқпыз. Не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін, біз деген шырпыр болып жатырмыз, мына жақта 16 жасар баланы қаралап отыр. Сотқа өтіп кетті, әлі 11 сынып бала, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін тіпті. Хан дегендің мынау хан деген тамадама блогер ма кім, соның сексін обсуждать етіп жатқанымызға қаншама уақыт болды, бір аптадан уақыт болды. Бүкіл ел болып кәдімгі оның видеосын біреу сатып алып жатыр, сатып алып жатқан адамдарға жаңағы мошенниктер пайдаланып, ссылка жайып, оны басып қалып, ақшаларынан айырылып жатыр, қаншама бір неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Енді мен сіздерге точкасын айтамын бұл жердің. Біз неге үлкен қазба байлығы бар, ұлан-ғайыр атырап жерде отырып кедей өмір сүріп жатырмыз? Неге бізде қарыз көп, кредит көп? Неге халықтың әл-ауқаты төмен? Осыған нақты жауап халықтың өзі де өсек пен төсек, жаңағыдай төсек қатынасы, біреудің ажырасқаны, қосылғаны, жаңағы біреудің шешінгені, киінгені, жаңағы небір мықты журналистер бар, спортсмендер бар, елдің алдында жүрген, имамдар бар, елдің алдында жүрген. Олардың да жасайтын рекламасы сол белден төмен, жаңағы татақты қалай өсіреміз, жуандатамыз, қайткенде 2 сағат шыдаймыз, қайткенде 4 рет тұрамыз, 5 рет тұрамыз. Одан басқа проблема жоқ та біздің Қазақстанда. Қашан біз белден жоғары көтеріледі біздің әңгімеміз, сол кезде біз өсіп өнеміз. Қандай да бір адам қоғамға керекті, маңызды тақырып қозғап жатыр ма? Жоқ, оған ешкім араласпайды. Қандай да бір адам кәсіп ашып, реклама жасап, адамдармен жұмыспен қамтамасыз етіп, бір жұмыс орнын ашып, бір өсіп өніп жатыр ма? Онда да оларға қолдау көрсетпейміз, керісінше қастандық жасаймыз, басынан бір ұйықтатып тастаймыз. Немесе жаңағыдай кәсіп тартып алып қоямыз, немесе налогты көтеріп жібереміз деген сияқты. Көреалмаушылық, қызғаншақтық, белден төмен әңгіме, өтірік, мақтаншақтық, сол деңгейден біз қашан өсеміз, қашан қарсыз қоғамда біздің болашақ ұрпағымыз өмір сүреді деген қарсыз қоғам бізге қашан пайда болады деген уайым қашан біздің мына миымызға кіріп жүрегімізді шымырлатады, сол кезде ғана біз өсеміз, өнеміз, дамимыз. Бәрін билікке жамандай бер, билік жаман деп соларға жауап берудің қажеттілігі жоқ. Біздің өзіміздің мына қоғамда өмір сүріп жатқан Қазақстан азаматтарының деңгейін осы мына ханның жаңа төсек қатынасында болып жатқан әңгіменің жаңа обсуждать етіп үлкен масштабный көлемге
жаңағы жан жаққа жайылып кетуінен ақ содан ақ білуге болады біздің қаншалықты деңгейдегі адамдар екендігіміз, қоғамда өмір сүріп жатқандығымызды. Ақыл ес жинау керек, болатын тақырыптарды обсуждать ету керек, қоғамдық мәселеге, қоғамдың тынысына араласу керек, саяси сауатты болу керек. Кімге керек біреудің жаңа төсек қатынасы? Елдің бәрі жасай алады, ол ешкімге проблема емес, ол бір үлкен бір ғылым білімді қажет ететін нәрсе емес. Бәріміз істей аламыз, бәріміз төсек қатынасын жасай аламыз. Оған ешқандай айттым ғой, ғылым білім керек емес. Біз басқа кішкене белден кішкене жоғарылайықшы, айналайын қазағым, кішкене белден төмен әңгімес, белден жоғары қарай кішкене ойланайықшы, санамызды қосайықшы. Сол кезде біз қарсыз қоғамды сол кезде біз қалыптастырамыз. Біз әзірге мына белден төмен шыға алмай жатырмыз, татақтың проблемасын әлі алыстай алмадық.